Алан, аяқтадыңыз ба сөзіңізді? Тимур. 5 маусымнан деді, Алан ұмытпаса. Баласа ханым, мен ойымша да солай бір бұрынғы қатысушылардан бір ер адам келетін сияқты, мен ойымша да. Мүмкін ол адам Ақтөре ма деп те ойлаймын мен. Жігіт аз, жігіт келсе екен деп жігіттердің өздері айтып отыр. Иә? Дайынсыздар ма? Дайынсыз. Олай болса, 7 маусымның жаңа қатысушысы, келіңіз! Қош келдіңіз! Қош көрдік, Бауырса ханым. Ассалаумағалейкум, арма қазақ, баршаларыңызға, қатысушыларға. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Ал енді өзіңізбен танысайық. Есімім Ислам, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасымын, жасым 25-те. Ислам есімді мүлдем жаңа бейне деп айтсақ та болады. Құрметті көрермен және қатысушылардан да ешкім танымаған секілді. Енді Ислам, өзіңізбен толық таныса кетейік, отбасыңыз жайлы, өзіңіз жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Жалпы толыққанды отбасыдан шыққанмын, көпбалалы отбасыдан. Ұлдан үлкенмін, жасым 25-те, бұрын соңында үйленіп, онда еш нәрсе болған жоқ. Осыған дейінгі арақатынас 7-8 ай бұрын тоқтады. Жалпы солай. Неге Қосылайықтан бағыңызды тапқыңыз келді? Жалпы негізі неге көрмеске, осындай ортада отырып, өзіңнің болашақ жарыңды іздеуге, неге мүмкіндік беріліп тұр, неге пайдаланбасқа деген ой ғой. Мүмкін шын бақытымды, болашақ жарымды кездестіріп қалармын деген үмітпен келіп отырмын. Және бірақ сіз Қосылайық бағдарламасына негізі алғаш рет келіп отырған жоқсыз. Енді көпшілік танымау да мүмкін, бірақ кейбір жандардың есінде қалып қойған болса, сіз үміткер ретінде келген болатынсыз. Иә, үміткер ретінде келгенім рас. Кімге? Даринаға. Өткен маусымда. Өткен маусымда Заринаға үміткер ретінде келдіңіз. Даринаға. Дарина. Сіз нақты шатастырып тұрған жоқсыз ба? Жоқ, Даринаға келдім. Жақсы. Ал енді ол кезде енді қарым-қатынас бір оңынан шықпаған секілді, бірақ тағы да бағыңызды сынап көрейін деп жатсыз. Енді бұл жолы қатысушы ретінде. Ал талаптарыңызды білейік, талғамыңызды білейік. Жалпы негізі анау айтқандай талап жоқ. Жас айырмашылығы 20 мен 30 жас аралығы болса, ең бастысы тұрмыс құрмаған баласы болмаса болды. Жүрегінде сәл иман бар болса, жетеді. Ал енді бізде түрлісін айтып жатады, шашы ұзын болу керек, бойы ұзын болу керек, сар шашты, қара шашты деген сияқты. Ондай бір талғам бар ма? Жалпы негізі ұзын шашты қыздар ұнайды. Бірақ шашқа тікелей қатты мән бере бермеймін. Ең бастысы менің жан дүниемді түсінетін, бір-бірімізді сыйлайтын жан болса болды. Жаңа енді айтып қалдыңыз, 6-7 ай бұрын қарым-қатынас тоқтаған еді деп, егер құпия болмаса, не себеп? Себеп қыз тұрмысқа шығып кетті аяқ асты. Өзім түсінбей қалдым. Солай ма? Ал қанша уақыт кездесіп жүредіңіздер? Так, біз қателеспесем 7-8 айдай біз кездестік. Бір себептерге байланысты сәл түсініспеушіліктер болған. Сол кезде ол алып қашып кетті ол қызды. Ол қызды мен бірақ тойында білдім, уже тұрмысқа шығып кеткенін. Бірақ сізге айтылмады, иә? Иә, маған ешқандай нәрсе айтылмады. Әрине өкінішті. Сіз енді шынайы сезіммен қарым-қатынаста болған шығарсыз сол кезде. Әрине, әлбетте. Бірақ қазір ұмыттыңыз ба? Әрине ұмыттым, себебі ол қазір тұрмыста деген сияқты. Иә. Жүрегім бос. Егер де маған үміткер болып келем десеңіз, сізді Қосылайық жобасында күтеміз. Асығыспын, келіңіздер деңізші. Асығыспын, келіңіздер, сіздерді Қосылайық жобасында күтем. Жақсы, аяулым. Қош келдіңіз. Өнер адамы сияқтысыз ғой, Қош көрдік. Жалпы негізі өнер саласына алыс емеспін. Жалпы музыка пән ұстазымын. Музыкадан сабақ берем. Қазіргі таңда не болып жұмыс жасайсыз, сол жағын айтпадыңыз ғой, айта кетсеңіз. Қазіргі таңда мектептен жұмыстан шығып кеттім. Белгілі бір себептерге байланысты. Бірақ өзімнің жеке шаруашылық, жеке бизнес бар. Сол салада қазір ата-анамға тапсырып қойдым. Ата-анам сол салада қазір бизнесті жүргізіп жатыр. Тимур?
Баласағам жаңа енді өткендегі қызын айтып кетті, белгілісіз себептермен тұрмысқа шығып кетті. Ертең осы орайда отқан кезде үміткер келеді. Ол жерде енді басқа да жігіттер бар мына жерде. Егер көзі түсіп, сіз ол қызға ие бола алмай басқадан танысып кетіп жатса, ол кезде не істейсіз? Или сіз қазір енді содан сабақ алып, өзіңіздің қасында адамды нақты ұстай аласыз ба? Жалпы негізі өте орынды сұрақ. Енді бұл жерде ең бірінші қыз баласының санасына дейді ғой. Қыз баласы егерде нақты мені таңдап, нақты маған қадам жасап отырса, өзге адамға мүмкіндік береді деп ойламаймын. Енді қыз балағаныма кешірім сұраймын, бірақ сіз қалай білмей қалдыңыз алып қашып кеткенін? Біз айтып отырмын ғой, кішігірім түсініспеушілік болып, бір-бірімізді блокқа тық қойған едік. Сол екі ортада біз бір-бірімізбен араласпай, сәл бір 10-15 күндей бір-бірімізді ренжісіп қалған едік. Сол кезде болған жағдай. Жақсы, Тимур аяқтайды. Одан кейін Баласағам жаңа Қызылордадамын деп жатыр ғой. Егер енді ол келетін үміткерлерге де маңызды сияқты. Егер сіз үйленген жағдайда қайда тұрасыз? Қызылордаға кетесіз ба, әлде осы Алматыда жұмыспен қалатын ойыңыз бар ма? Жалпы негізі үйде ұлдан үлкенмін. Қанша жерден үйленгеннің өзінде емшімді алып бөлек шығатын адаммын. Бірақ бастапқы уақытта ата-анама қызмет етіп, келіндік қызметін жасағанын құп көрем жалпы. Негізі ұзақ уақытқа емес, бірақ мен міндетті түрде қалада жеке тұратын адаммын. Сандуғаш. Ислам, қош келдіңіз. Өнер адамдары негізі өздерінің екінші жартыларын өнер адамы болғанын қаламайды көбісі. Ал сіз екінші жартыңыз келетін қыздар сізге өнер адамы болса қалай қарайсыз? Қабылдай бересіз ба? Жалпы негізі Әлде қарсысыз ба? Жалпы негізі екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді ғой. Жалпы өнер адамы болады ма, басқа сала болады ма, ең бастысы менің адамым ретінде танып тұрсам, барлығы мүмкін. Нұрдәулет. Ассалаумағалейкум, Ислам. Уағалейкум әссәлем. Аты қандай керемет деймін да, жігіттің ше. Өзі де керемет. Енді жігіт болып мен мойындап отырмын, негізінде өте жақсы жігіт екен. Сөйлеген сөзде, сөз саптауда неқтағы біраз қыздар құлап отқан сияқты негізі. 30 жаста жаңа талабын айтқанға вообще Айжан деген құлады болды. Шолпан дей қалды, неқа қарапшы. Болды бауырым, неқта отырып сен неқта тәтелер байлайтын сияқты ма деп отырмын енді. Вақтың тауып кет. Ал мен айтқан кезің өздеріңіз. Нұрдәулет сақ болыңыз, ұрсестіп қалмаңыз, екі жақта екі қыз отыр. Алдын ала кешірім сұрап алғам. Баласа ханым, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Өте сондай сырт келбеті келіскен, сондай әдемі жігіт екенсіз. Жалпы жаңа Сандуғаштың сұрағын ары қарай жалғастырып кеткім келіп тұрды. Болашақ жарыңыздың үйленгеннен кейін үйде отырғанын қалайсыз ба, әлде жұмыс істеп, дамып, өзімен жаңағы развиваться еткен қалайсыз ба? Жалпы негізі қыз баласы жоғарғы оқу орнын оқып бітірген өз саласының маманы болса, мен ол адамды ешқашан ұстап отпаймын. Еңлік. Ислам, қош келдіңіз. Қош көрдік. Негізінде енді жаңа өнер адаммын дедіңіз ғой. Сізде көбінесе мен білуімше енді өнер адамдары гастрольдік сапарларда жүреді деген сияқты. Сізде сондайлар болады ма, және де болған жағдайда болашақ жарыңызды ертіп жүруге қалай қарайсыз? Егер де менде іс-сапар болса, жұмысыма байланысты ертіп жүруге қарсы емеспін. Бір гастрольдік кішкентай бала болмаса. Гастрольдік сапармен жүрді өнер адамы емес сияқты ғой. Музыка бір-екі мектепте жүреді, ары кетсе да, мысалы. Оны үйтіп әкелудің де қажеті жоқ. Негіз өнер адаммын деп жатсыз, бірақ жұмыстан шығып қалдым, бірақ қазір бизнесімді әке-шешеме тапсырдым деп жатсыз. Нақты табыс көзіңіз неден қазір сіздің? Немен күн көріп жатсыз? Или асабасыз ба? Дикцияңызға қарап бір-екі құдалықты бір айырған асаба сияқтысыз. Түріңіз кеп тұр да бір асабаға. Ассалаумағалейкум. Есімің кім, бауырым? Нұржан. Нұржан, Ислам болады. Қуаныштымын танысқаным. Қуаныштымын. Жалпы негізі өнер саласы болғаннан кейін адамға кез келген өнер саласы жат емес. Той саласында да қызмет атқарамыз, той жүргіземіз, бірақ тұрақты түрде емес. Жеке өзіме келетін болсам, менің таза кірісім сол шаруашылықтан кіреді, өзімнің жеке шаруашылығымнан. Айжан. Ислам, қош келдіңіз. Қош көрдік. Баласа ханым алдында Бекзат кеткенде көңіл күйіміз түсіп қалып еді ғой. Енді Жаңақорғандікі екенсіз, Бекзат та сол жыл жақтың тумасы еді ғой. Енді сол кісінің орнын басады деген ойдамыз. Енді осындай бір өткір пікірлермен деген ойдамыз да. Енді жаңа қызыңызды алып қашыпты. Сол кісіге қасарысып, нәжізе үміткер күтіп, қайта-қайта неше түрлі қыздарды қабылдап, соған бір қасарысқан неде келіп отқан жоқсыз ба сондай ойда?
біріншіден Жоқ, көргеніме телевизорда көріп қуаныштымын. отырады ғой. Сұрағыңызға жауап бере кетейін. Егер де менің жүрегімнен босаған адамды мен дәлше ары қарай жіберем. Оны вообще ары қарай қинамаймын. Жүрегімнен кеткеннен кейін, жүрегім бос болғаннан кейін мен осы жобаға келіп отырмын. Бірақ Ешқандай қам жемеңіз. нақтырақ сіз айтқан жоқсыз, себебім бар ғой. Енді 10 күн, 15 күн сіздер ұрсып қалдыңыздар. Бірақ ол ұрсып қалған себебі неде? Кім жақтан болды? Жалпы негізі қазір ол қыз может осы эфирді көріп те отыр. Мен әркімнің өзінің жекесіне өтпей қояйын. Егер нақты білгіңіз келсе, жеке өзіңізге айтып беремін. Жарайды. Жарайды дейді Айжан. Оңаша айтып берем деп жатыр еді. Алан. Қош келдіңіз. Есіміңіз Ислам, иә? Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Ислам, негізі былай мынандай сұрақ болып тұр да, негізі осы жерге келетін қатысушылар Алан, көбінесе сөзіңізді бөлейін. Аяқ сұрағыңызды бізде дәл қазір жарнамадан кейін әрі қарай танысатын боламыз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Ислам есімді біздің қатысушымыз, жаңа қатысушымыз деп айтайын, танысып жатырмыз. Алан сұрақ қойып жатыр еді. Алан, микрофон. қош келдіңіз тағы да. Негізі мынандай сұрақ болып тұр да. Сіз осы жерге келген жаңа қатысушылардың бәрі, енді мен үміткерді сырттан күтем, негізі осы іште ешқандай қызықтырмайды деп көбісі айтады да. Бірақ сізге сұрақ болып тұр, мына жерде бір типажыңызға келетін қыз бар ма? Деген сұрақ болып тұр. Жалпы негізі қазақтың қыздарының барлығы әдемі ғой. Неге көрмеске? Брат, неге бәрін идеальный қылып отырсың? Сезім болса. Сәл кішкене шынайы болса, брат. Бар болмысым болсын, не істеймін ары қарай? Баласахан, негізі жерде Алан сен шамал көре алмай жатсың, мен негізі қандай жігіт келсе де, үміткер келсе де көре алмай отырасың деймін да. Апа жіптер жігіт келіп отыр. Қош келдіңіз, Ислам. Қош көрдік. Негізі былай қарап тұрсақ, енді сырт келбетіңіз де жинақы екені көрініп тұр. И жаңа зреліш жағынан да шамалы ақыл тоқтатқан екеніңізді байқалып тұр да. Кейбір жігіттерге қарағанда, енді білмеймін, кейбір қатысушылар осы жаңадан келген кезде бірінші впечатление дейді ғой. Осы вау болып келеді де, кейін жаққа келіп жел шығып кететіндер бар. Енді ондай болып қалмасаңыз болды деп жатқан ғой. Алдағы уақытта. Одан кейін сізге сұрағым, жаңа сіз айттыңыз ғой, мен музыка пәнінен сабақ берем дедіңіз. Алдағы уақытта барлық осы жерде жақсы болып, халыққа көрініп жатсаңыз, сіз өзіңіз әндеріңізді жаздырып, ән айтып, солай өнермен айналысуға қалай қарай, сондай жоспар бар ма негізі? Жалпы негізі өте орынды, керемет сұрақ қойдыңыз, рахмет. Жалпы негізі жақында шығарсам ба деп жүрген әнім бар. Ол жақ әлі нақты шешілген жоқ. Енді түсінікті болып келе жатыр деп ойлаймын. Баласы ханым, ассалаумағалейкум. Ислам бауырым, қош келдің. Сәлем, қош көрдік. Енді былай дегім келеді. Жылтырағанның бәрі әдемі, білем. Бірақ та енді жаңадан бері бір жасандылық байқап тұрған сияқтын. Баласы, ассалаумағалейкум деп андай сөйлепші. Жаңа реклама моментінде де көрдік қой, Баласы ханым өзінің даусымен конкретно сөйлей берсе, олай жасандылық керек емес. Бұл жақта ерсен просто бір-екі эфирдан кейін де өзін таза масканы ашылып қалады дегім келеді. Олай қатты керек емес. Мен және де бір түсінбегенім, сен нақты бір шынайы ниетпен келдің бе, әлде бір хайп қуалап сондай болып келдің бе? Әрине, барша шынайы ниетпен келдік. Білмеймін, мен бәлкім ойымша жаңа енді асабамын деп отыр, әлі толық кіріскен жоқпын деп отыр. Бәлкім ендігі сезонға, бір тойдың сезонына, бір тойға көп заказ алу үшін кеп тұрған сияқты бұл балашы, енді мен ойымша Баласы ханым. Сіздің ойыңызша олай, дұрыс айтасыз. Жоқ, Енді мен Нұрсұлтанмен қосыла кетсем деп едім. Сен де бір жылтыр кірпіш дүниеге тетігін таптап бар қалан деп отыр ғой. Енді бір